Таңғажайып талантымен талайды тамсандырған қазақ халқының қол өнерінің қарапайым да қайталанбас түрі қиыстырып құрақ құрау және одан көздің жауын алатын бағалы бұйымдарды жасау. Оның қымбат құндылықтарының айғағы ұзатылатын қыздың жасауына еніп, дүние мүліктің көркін айшықтай түсуі және ұлттық рең беріп, адамның рухын асқақтатуында. Құрақ ол төрге төсейтін көрпеше. Құрақ қиындыларын қиыстырып, сегіз жапырақ, тұмарша, ромб сияқты құрақтарды қиыстырып жасаған көрпені құрақ немесе құрақ көрпе деп атаймыз. Қазақ халқы ежелден қонақжай халық қой. Қонақ келсе құт келеді дейтін қазақ халқы төрін қашанда қонағына сыйлаған және оны қасиетті орын санаған. Сондықтан да қазақ халқы төріне осындай құрақтан жасалған төр көрпені ұсынған. Көнеден келе жатқан қол өнердің бұл түрі мата қалдықтарын кәдеге жарату мақсатында туған. Құрақшының бойында үшқыр қиял, көркемдік таным және биік талғам болуға тиіс. Әйтпесе құрақты бір-бірімен қиыстыру оңай шаруа емес. Құрақ қол өнер барлығы өнерге жатады. Ертеде әжелеріміз осы құрақ өнері арқылы табиғатқа деген бейімін, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін осы құрақ өнері арқылы, кесте тігу арқылы жеткізіп отырған. Міне дәл осы кезде мына бір төрт көзді құраққа қарап отырып, әжелеріміздің мынадай батасы есіме түсті. Құрақтай өсіп өніңдер, құралыңдар, көркейіңдер, өмірлерің құрақтай гүлді әдемі болсын. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде дейтін қазақ халқының ежелден келе жатқан қол өнерінің бір түрі төл өнері құрақ құрау. Құрақтың қазақ халқы үшін маңызды қасиеті ол Құдай құрастырады деген ырымға сият. Ертеде перзенті шетіне берген ерлі зайыптылар ел арасынан мата қиындыларын жинап, бір-біріне жалғап, нәрестеге құрақтай көгерсін, өнсін деген ырыммен көйлек тігіп береді. Және де көйлектің етегін қайырмайды. Етегін қайырмаудың сыры ол сәбидің артынан тағы да бала ерсін деген мағынаны білдіреді. Және бұрынғы ата-бабаларымыз тіл көзден сақтасын деп 40 құрақ құрап, баласын сондай құрақтан жасалған көрпеге ораған. Менің де кішкене кезімде анам маған құрақтан құрақ кеудеше тігіп беретін. Және де кішкенем әдемі 1 жасқа толған кезде тұсаукесер тойында анам әдеміге құрақтан өне бойын толық жауып тұратын шалғыш іспетті құрақ кеудеше тігіп берген болатын. Ондағысы сол тіл көзден сақтасын деген мағынаны білдіреді. Мінекей осы ырымға сыйса керек, жаңадан шаңырақ көтерген отбасылардың көбіне ұсынатын бұйымдардың барлығы осы құрақпен әсемделген. Құрақтың түрлері өте көп. Олар көзді құрақ, шаршы құрақ, жұлдыз құрақ деген көптеген түрлері бар. Ал көзді құрақ дегеніміз ол тіл көзден аман болсын деген мағынаны білдірсе, ал үш бұрыштап жасалып келетін мынадай жұлдыз құрақтарды біз жұлдызы жансын, бағы жансын деген мағынаға сияды. Ал шаршы құрақтар ол мал жаны көбейсін, мал жанымыз аман болсын деген мағынаны білдіреді. Қазақ халқының құрақ өнері өзінің қайталанбас көркемдігімен және дәстүрлі әдісімен ерекшеленеді.
Құрақ құрау адамды шыдамдылыққа, үнемдікке, шеберлікке және тазалыққа, әсемдікке баулиды. Адамзаттың жан дүниесін байытып, логикалық, геометриялық және философиялық ой дүниесін кеңейтеді. Қыздарды сұлулыққа, сырласуға бейімдейді. Уақытты тиімді пайдаланып, ол қыздарға өнеге көрсетуге баулиды. Ендеше өз қолыңыздан жасаған құрақ көрпенің немесе әжеңізден қалған құрақтың үйде болуы сіздің қазақ қолөнеріне деген жанашырлығыңызды және ұлтжандылығыңызды көрсетеді. Осылай біз отансүйгіш және қазақ қолөнеріне қосқан үлесімізді дәлелдейміз. Қазақтың ісмер шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, құрақ бөстектен құрақ ойыншықтарға дейін жасап, небір ғаламат дүниелердің қарапайым әдіспен жасалатындығын ежелден халық арасында паш етіп келеді. Құрақтан жасалған бұйымдар, олар түскүйгіздер, құрақ көрпелер, құрақ жастықтар және құрақ кеудеше, құрақ ойыншықтар болып көптеген түрлерге бөлінеді. Қазақтың қыз балалары дәстүр бойынша бала жастан құрақ тігу өнерін кішкентай күннен бастап үйренуге тиісті өнер болып есептеледі. Құрақ құрау, қалдық қалдырмау. Ертеде қазақ даласында қымбат маталар тапшы болғандықтан киім тігетін шеберлер қалған қалдықтарды кәдеге жарату мақсатында әртүрлі бұйымдарды жасаған. Осылайша құрақ өнері дүниеге келген. Сырапқорлық қазаққа жатқылық. Ежелден ата-бабаларымыз үнемшіл болып, қолдағы барын кәдеге жаратқан. Дәл осы кезде мына бір өлең жолдары есіме түсіп отыр. Әжелер құрақ тіккенде тастамапты қиықты, сан алуан қиық түскенде дорбаға салып жиіпті. Көп киім тігіп біткенде қиыққа дорба толыпты. Қиықты сәндеп біткенде құрақ көрпе болыпты. Мінекей қазақ қолөнері және де қолөнердің даму тарихы ол халықпен және көшпенді халықтың тұрмысымен байланысты. Ертеде 9 және 7 ғасырларда киім тігу өнері және етікшілік дүниеге келді. Сауда-саттық дамыған кезде әр халықтың қолөнері бір-бірімен әсер етіп өзара осы ұлттық құрақ құрау өнері дүниеге келді. Қазақ халқының қолөнерінің дүниеге келуі халықпен және көшпелі халықтың тұрмыс тіршілігімен байланысты. 7 және 9 ғасырларда етікшілік және тігіншілік өнері дүниеге келді. Сауда-саттық дамыған кезде әр ұлттың қолөнері араласып, ұлттық құрақ өнері дүниеге келді. Қазіргі уақыт талабына сай жаңа үлгідегі 8 жапырақ, қызғалдақ, ботагөз, құдық, жұлдыз, шахмат тәрізді ою өрнектермен жастық тыс, сырмақ және панолар жасалып отырды. Құрақ дегеніміз ертеден келе жатқан қолөнер. Қайыр мемлекетінің Пулат мұражайында қарақұйрық терісінен жасалған құрақ жамылғы бүгінгі күнге дейін сақталған. Және де Токио мұражайында Жапон патшаларының асыл тастармен қиық құрақтардан жасалған киімдерінің тұруы ол құрақ дүниелердің тек қана кедейлер пайдаланып қоймай, хандардың және байлардың отбасында тұратын асыл бұйымдар екендігін көруімізге болады. Олар да құрақтан жасалған жамылғылар, көрпелерді және кеудешелерді
пайдаланған. Құрақтағы бояулардың сырына келетін болсақ, қазақ халқындағы құрақ өнеріндегі бояулардың түр-түсі сан алуан. Халқымыздың ұғымы бойынша көгілдір түс аспанның символы болса, ал қызыл түс оттың, өмірдің символы. Ал ақ түс болса, биіктіктің, аспанилықтың, жасыл түс ол өсімдіктің, көктемнің, бастаудың белгісі болып есептеледі. Ал сары түс ол даналықтың, білімнің белгісі. Міне осы түстер бір-бірімен байланысып, қабысып, ғарыштың, әлемнің бейнесін бедерлеп, маңдаланың философиялық мағынасын ашып және сырлы құпияға толы екендігін көрсетеді. Этнографтардың айтуынша, үшбұрыштың және оған қиысқан барлық элементтердің өзіндік мән мағынасы бар. Бұл үшбұрыш үш дүниенің белгісі болып есептеледі. Қазақ ұғымында оның магиялық сыр сипаты ол су, жер, ауа және бұған қошқар мүйіз өрнектері қосылса, ол оттың бейнесі. Жалпы айтқанда, қазақ ұғымында ой өрнектердің барлығының магиялық сипатқа ие екендігін түсіндіреді. Құрақта қолданатын маталардың атаулары қамқа, қатипа, торғын, торқа, мақпал, қыжым және пай, парша, шағи, жібек маталары, бояқ, бордақ, тібен деген осындай маталарды құраққа пайдаланған. Ал құрақтан жасайтын бұйымдардың атауларына келсек, олар құрақ көрпе, құрақ жастық және түскүйгіз, қиық сырмақ және қолғапшық, аяққап және де төсекқап сияқты көптеген құрақтан жасалатын бұйымдар қазақ халқының тұрмысында көптеп кездеседі. Құрақ құрау өнерін насихаттаудағы мақсатымыз қол өнерді дамыту және дәстүрді жалғастыру. Кешегі қажеттіліктен туған өнердің әзіргі жастарды тәрбиелеуге пайдалану және оларды өнерге баулу. Мен осы құрақ өнерін зерттей келе, бұл өнердің ауқымының шексіз екендігін байқадым. Сондықтан да әзіргі жастар осы қазақ халқының ұлттық қолөнер бұйымдарын және ұлттық сезімін, мінезін үйренсе деп ойлаймын. Бұл ұлттық дәстүрді ұмытпау және ұлттық мәдениетіміздің дамуына қосқан үлесіміз деп ойлаймын. Бүгін мен сіздерге құрақ өнері туралы қызықты мағлұматтармен бөлістім. Егер де сіздерге осы мәліметтер қызықты болса, Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама жазылыңыздар және тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.